Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, дәмді болып шығатын сосиска в тесте рецептімен бөлісемін. Балаларға өзім жиі дайындаймын. Олар жақсы көреді. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Бізге қажетті ингредиенттер: ұн, тұз, қант, ашытқы, сұйық май және жылы сүт. Барлық ингредиенттердің мөлшерін төменге жазып қоямын. Ең алдымен ыдысқа жылы сүтті құямыз. Үстіне қант пен тұзды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді құрғақ ашытқы саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Күнбағыс майын құямыз. Енді аз-аздан ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Бізде осындай қамыр шықты. Бетін жауып жылы жерге қоямыз. Қамыр толықтай көтерілуі керек. Қамыр өте керемет көтерілді. Қамырды алып, оқтаумен жаямыз. Дастарханға ұн сеуіп қажет емес. Қолдарыңызды сұйық маймен майласаңыздар, қамыр үстіне жабыспай жайылады. Қамырдың қалыңдығы 3 мм, 4 мм болатындай қылып жайып шығамыз. Қалыңдау қылып жайсаңыздар да болады. Енді осы қамырды видеода көрсетілгендей етіп кесіп шығамыз. Сосискамызды алып, қамырға орап шығамыз. Жай ғана осылай дөңгелете отырып жасап шығуға болады. Барлығын пергамент қағазына салып, бір жұмыртқаны алып, қамырымыздың бетіне жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің жұмсақ әрі дәмді қамырымыз дайын болды. Арасы пісіп, міне видеодағыдай болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.